Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары педагогикалық колледжінің тіл және әдебиет кафедрасының жоғарғы санатты оқытушысы, педагогика және филология ғылымдарының магистрі Жоламанова Тойындық Молдағалиқызы. Менің дәріс беретін сабағым қазақ тілін оқыту әдістемесі. Бүгінгі оқылатын дәрістің тақырыбы тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің әдістемесі. Сабақтың смарт мақсаты студенттерге тіл дамыту сабақтарының әдістемесін меңгерту, тіл дамыту жұмыстарының практика жүзінде жүргізілу жолдарын көрсете отырып, студенттердің кәсіби біліктілігін арттыру. Сабақ жоспары. Бірінші, тіл дамыту жұмыстарының мақсаттары мен бағыттары. Екінші, тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің жолдары мен әдіс тәсілдері. Қазақ тілі сабағында тіл дамытудың мақсаты оқушылардың жазба тілі мен ауызша тілін дамыту. Тіл дамыту жұмыстары негізінде төрт бағытта жүргізіледі. Бірінші бағыты оқушыларды әдеби және мәдени сөйлеу нормаларына үйрету. Екінші, лексикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың сөздік қорын байыту. Үшінші, жаңа сөздерді үйрете отырып, жаңа сөз жасаудың формаларын меңгерту. Төртінші, ойын қағаз бетіне сауатты, жүйелі, анық түсіру білуге үйрету. Жазбаша сөйлеу тілі графикалық жазба таңбалары арқылы жүзеге асады. Жазбаша сөйлеу тілін қолдануда жай сөйлемді де, құрмалас сөйлемді де қолдануға болады. Жазбаша тіл жұмысы белгілі бір жүйемен жүргізіледі. Адам ойын жүйелі жеткізуде тілдің әр түрлерін жалғау, жұрнақ, амоним, синоним, табу, тағы басқа тілдік нормаларды қолданады. Ауызша сөйлеу тілін жақсы меңгерген оқушы ойын жазбашада, ауызшада жүйелі толық жеткізе алады. Бұл екі процесс бір-бірімен бірлікте байланыста жүргізілгенде ғана үлкен жетістікке жетеміз. Тіл дамыту жұмысы қазақ тілі әдістемесінде ең бір күрделі жауапты сала. Жауапты сала болатын себебі оқушының тілін дамыту да тек қана қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі ғана міндетті емес, сонымен қатар басқа пән мұғалімдерінің де борышы. Дидактикалық принциптер арқылы пәнді оқыту әдістемесі жүргізіледі. Сол сияқты қазақ тілін оқытуда тіл дамыту жұмыстарын жүргізуде де дидактикалық принцип жүйесінде жүргізіледі. Оқушылардың ауызша тілін дамытуда мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, нақыл сөздер, қанатты сөздерді жаттау, олардың мән-мағынасын ашу жұмыстар тиімді. Сонымен қатар мәтінмен де жұмыс түрлері өте тиімді болып келеді. Мақал-мәтелдерді, қанатты сөздер мен нақыл сөздерді ауызекі сөйлеуде кеңінен қолданған бала оны жазба тілінде де еркін қолдана алады. Қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жұмысына арнайы сағаттар бөлінеді. Әдебиетке қарағанда қазақ тілі сабағында тіл дамытуға өте көп сабақтар бөлінеді. Қазақ тілінен тіл дамыту жұмыстарын жүргізуде пофус формуласы, төрт сөйлем әдісі, сөйлемді аяқтау, лимерік әдісі, каламбур әдісі, баяндама әдістері өте тиімді. Енді осылардан бір-екеуіне тоқталып өтетін болса,
Каламбур әдісінде балалар бірдей дыбысталатын, бірдей жазылатын сөздерді қатыстыра отырып, екі тармақты өлең жазады. Мысал келтірсек, ұшып келіп қарға, қонды аппақ қарға. Бұл жердегі бірінші тармақтағы қарға сөзі бұл құстың аты, екінші тармақтағы қарға сөзі бұл табиғи құбылыс атауы. Келесі мысал, тауып алып қанатты, абайсызда қолың қанатты дегенде бірінші тармақтағы қанатты сөзі етістік, ал екінші тармақтағы қанатты сөзі, бірінші тармақтағы қанатты сөзі зат есім, екінші тармақтағы қанатты сөзі етістік. Аяқ астына қарамай, басып кетті қарамай дегенде бірінші тармақтағы қарамай сөзінде қарамай ол етістік ретінде қолданып тұр, екінші тармақтағы қарамай бұл зат есім ретінде қолданып тұр. Келесі лимерік әдісіне тоқталатын болсақ, лимерік әдісі арқылы оқушылар 5 тармақты өлең жазады. Оның бірінші тармағы кейіпкер, екінші тармағы кейіпкерге мінездеме, үшінші тармағы, төртінші тармағы іс әрекет оқиға, бесінші тармағы кейіпкерге баға. Мысалға келетін болсақ, менің атам Әжібай, көңілі ашық баладай, үйіне барсаң қыдырып, жүгіреді жайраңдай, өзі сондай қонақ жай. Сонда бірінші тармақ кейіпкер, екінші тармақ ол кейіпкерге мінездеме, үшінші, төртінші тармақ іс-әрекет оқиға, бесінші тармақ кейіпкерге баға болып тұр. Бұл әдістің тиімділігі оқушының жазба тілі дамиды, сонымен қатар өлең жазу қабілеті қалыптасады. Мәтін арқылы тіл дамыту жұмыстарында баяндама, төрт сөйлем, повесть формуласы әдістері өте тиімді. Соның баяндама әдісіне келетін болсақ, балалар бірінші мәтінді оқиды, сол мәтіннің негізінде сурет немесе сызба дайындайды. Яғни бұл шпаргалка ретінде көршісіне ұсынылады. Көршісі ол сызбаны немесе суретті пайдалана отырып, мәтіннің мазмұнына лайық баяндама жазады. Кім мәтінді толық жүйелі жеткізе, сол жеңімпаз атанады. Келесі мәтін арқылы тіл дамытуда қолайлы әдістің бірі төрт сөйлем әдісі. Мұнда да мәтін беріледі, мәтінді оқиды да бала төрт сөйлем арқылы ойын жүйелі жеткізеді. Яғни бірінші сөйлем оққан мәтіні арқылы ойын жүйелі түйген ойын жазады бір сөйлеммен. Екінші сөйлемде жаңағы пікірін ары қарай дәлелдей түседі. Үшінші мысалды өмірмен байланыстырып мысал келтіреді. Төртінші қорытындыда бір сөйлеммен жаңағы ойына қорытынды жасайды. Келесі тиімді әдістің бірі бұл повесть формуласы. Мұнда да мәтін беріледі. Балалар оққан мәтіндер бойынша төрт сөйлем арқылы өзінің ойларын білдіреді. Бірінші сөйлемде менің ойымша, яғни ол мәтіннен не ой түйді, соны жазады. Екінші сөйлемде себебі мен оны былай түсіндіремін, яғни ойын нақты түсіндіріп өтеді. Үшінші сөйлемде оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын, яғни жаңағы ойын нақты фактімен, мысалмен дәлелдейді. Соңғы, яғни төртінші сөйлемде осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім дегенде, яғни бір сөйлеммен қорытынды жасайды. Мәтін арқылы тіл дамытуда бұл әдістердің тиімділігі оқушылардың сыни көзқарастары қалыптасады, сонымен ойын ашық жүйелі жеткізе алады. Тіл дамыту жұмыстарын жүргізуде өте жиі қолданылатын жазба жұмыстарының бірі бұл мазмұндама. Мазмұндама жазуда балалар естіген мәтіндерін ойында жаңғырта отырып, өз сөздерімен қағаз бетіне түсіреді. Мазмұндама жаздыру арқылы оқушылардың
оқушылардың тілдік материалды орынды қолдана білуіне, жазбаша сөйлеудің ерекшелігін, мәтіннің синтаксистік құрылысын меңгеруіне ықпал етеді. Осы мазмұндаманың түрлерін әдіскерлер Бекман Ысқақ пен Эльмира Оразбаева мынандай түрлерін ұсынады. Бірінші, дайын мәтін бойынша мазмұндама, екінші, сурет бойынша мазмұндама, үшінші, аяқталмаған мәтін бойынша мазмұндама. Дайын мәтін бойынша мазмұндаманың өз ішінен бірнешеге бөледі. Оның біріншісі мәтінге жуық немесе толық мазмұндау, екіншісі мәтіннің мазмұнын сақтап, бірақ баяндау формасын өзгерту, үшіншісі қысқаша баяндау, төртінші толықтырып мазмұндау. Ал әдіскер ғалым Қанипа Бітібаева мазмұндаманың 4 түрін ұсынады. Біріншісі мәтінге жуық мазмұндама, екіншісі бір оқиғаға байланысты мазмұндама, үшінші бір кейіпкердің бейнесін ашудағы мазмұндама, төртіншісі ол шығармашылық бағыттағы мазмұндама. Сурет арқылы мазмұндама жазуда триггерлік сурет әдісі өте тиімді. Бұл триггерлік сурет әдісінде балаларға кинолента тәрізді бірнеше сюжетті суреттер беріледі. Сол сюжетті сурет арқылы балалар мазмұндама жазады. Бұл мазмұндаманың түрі шығармашылық бағыттағы мазмұндамаға жатады. Тіл дамытудағы жазба жұмыстардың келесі бір түрі бұл шығарма. Шығарма деген сөздің өзі шығару деген сөзден шыққан. Яғни бала ойынан шығара отырып, жаңағы таза шығармашылық жұмыс жасайды. 5-6 сыныптарда шығарманы мына түрлері кеңінен қолданылады. Атап айтатын болса, шығарма мүсіндеме, шығарма суреттеме, шығарма баяндама. Шығарма жазуда мынандай әдістер тиімді. Ол әдістерге тоқталатын болса, ол әдістер яғни композиция, сюжет, ойыңды бір сөйлеммен жеткіз, автор орындығы деген әдістер тиімді. Соның біреуіне тоқталатын болсақ, автор орындығы әдісіне тоқталсақ, автор орындығы әдісінде сыныптағы 3 қатарға 3 тақырып беріледі. Сосын мұғалім немесе бірінші оқушы бір сөйлемді бастайды, сол сөйлемді екінші оқушы сол ойды жалғастырып тағы бір сөйлем жазады, үшінші оқушы тағы бір сөйлем жазып сол ойды жалғастырады. Ең партаның соңындағы, қатардың соңындағы оқушы қорытынды жасап, нүктесін қойып, автор орындығына келіп отырып оқиды. Бұл әдістің тиімділігі сыныптағы барлық оқушылар қамтылады, сонымен қатар бір-бірін ойын жалғастыруға үйренеді. Қорыта келгенде осындай жұмыстар арқылы тіл дамыту жұмыстары жүргізіледі де, оқушының сөйлеу тілі мен жазба тілі дамып, ойлары айқындалады.